Қайырлы күн оқушылар, саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы физикалық шамалар және оларды өлшеу халықаралық бірліктер жүйесі. Дәптерлеріңізді алып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Негізгі оқу мақсаты физикалық шамалар мен олардың халықаралық бірліктер жүйесі бойынша өлшем бірліктерін білу. Яғни масса, ұзындық, уақыт, тағы сондай өлшем бірліктерімен танысып боламыз. Сабақтың мақсаты физикалық шамалар ұғымын қалыптастыру. Барлық ғылым өлшеуден басталады. Оны бәріміз білеміз. Енді оқушылар, біз ұзындықты немен белгілейміз? Сіздерге сұрақ, біз ұзындықты немен белгілейміз? Дұрыс айтасыздар. Метрмен белгілейміз, е? Қазір бізде ұзындықты өлшеуге арналған неше түрлі метрлердің түрі бар. Метр, сантиметр, миллиметр, километр деген сияқты ұзындықты өлшеуге арналған аспаптар бар. Ал бұрынғы кезде қалай өлшеді? Әр адам әр түрлі, мысалы, қазақтар өзінің елі деп, өзінің саусақтарымен елі деп өлшеді. Немесе адым деп, адым басып жолды сөйтіп өлшеген, е? Бірақтан ол әр адамда әр түрлі болған соң, ол дұрыс емес болғандықтан ғалымдар метр деген ұзындықты ойлап тапты. Ол үшін біз метрді қалай белгілейміз? Метр ұзындықтың белгіленуі L әрпімен белгіленеді метр, өлшем бірлігі метр деп алынады, метр. Немесе сантиметр, миллиметр деп жаза береміз біз. Оны түрлендіруге болады, я? Осылайша біз метр ұғымын енгізген боламыз. Бұл метр ұғымын қалай шықты? Францияның астанасы Париж. Париждің жері дейік, бүкіл Париж. Осының ғалымдар әр бірдей, барлық әрқайсысы бірдей өзара тең 40 миллион бөлікке бөлді. Әрқайсысының арасы 1 метрден болатын 40 миллион бөлікке бөлді де, оның әрқайсысының арасы 1 метр деді. Осыны біз халықаралық бірліктер жүйесіне енгізуіміз керек, өйткені бұл тұрақты шама деді. Сол үшін біз ұзындықты метр деп белгілейміз. Келесі шама бізде T уақыт деге, уақыттың өлшем бірлігі не оқушылар? Уақытты біз үйде немен өлшейміз? Секунд, дұрыс айтасыздар, минут немесе сағат, ай, жыл кете береді, оқушылар солай. Келесі бізде шама масса, дененің салмағын өлшеуге арналған құрал, физикалық шама, ол бізде масса, өлшем бірлігі килограмм. Ол кете береді, бізде түрлендірсек болады. Миллиграмм деп түрлендіруге болады, немесе тонна деп, центнер деп түрлендіруге болады. Келесі бізде шама, ол бізде температура. Әрине температура, ол бізде градус Цельсий, немесе Кельвин мен белгіленеді, немесе Фаренгейт деген де бар. Бірақ біз көбінесе градус Цельсиймен есептеу барысында қолданамыз. Температураны қаяқтан шығарды? Бұл ғалымдардың да айтуы бойынша температура әр жерде әр түрлі. Жердің әр бөлігінде әр түрлі. Сол үшін, мысалы, біздің Қазақстанымызға басқа мемлекеттен, суық жақтан, солтүстік мұзды мұхиттан бір турист келді дейік, көктем мезгілінде, немесе күз мезгілінде. Келді де бізге не деген жылы деді, не деген ыстық мына жақ деді. Ал келесі екінші турист келді, бізге ыстық жерден, өте ыстық жер, мысалы, Африкадан дейікші, сол жақтан келген турист айтты, мына жер не деген суық деді көктемде. Сол үшін ғалымдар түсінбей, біз мысалы түсінбей қаламыз, қайсың айттырған дұрыс, ыстық па Қазақстан, жоқ әлде суық па? Сол сияқты сондай түсініспеушіліктерге келмес үшін, туындамас үшін ғалымдар температура ұғымын енгізді. Сөйтті де оны Цельсиймен белгіледі. Бір градус Цельсий деп отқанымыз 0 Цельсий. 0 Цельсийде су. Судың бұл 100 градуста су мысалы қатады, су қайнайды, 0 градус Цельсийде су мұз болады 0 градус Цельсийде. Ал 100 градус суда су қайнайды. Осыдан бізде градус Цельсий ұғымы енгізілді. Судың қату және қайнау температурасы. Су қанша градуста қайнайды деген кезде 100 градус деп айтасыздар. Қанша градуста мұз болып қатады деген кезде 0 градус деп айтасыздар. Дәптерлеріңізге тезірек жаза қойыңыздар. Жақсы, ендеше кеттік. Өлшеу құралдарының атын атап, қызметтерін айтып өтейін сіздерге.
бірінші өлшеу құралы бізде көріп тұрғандарыңыздай мынау бізде мензуркалар. Мензурка деп аталады, шыныдан жасалады. Бұл физиканың лабораториясында көретін боласыздар. Алдағы уақытта осымен көп құралдармен пайдаланасыздар, лабораториялық жұмыстар жасаймыз. Сол кезде мына көлемді анықтауға арналған бізде құрал, ол бізде мензурка, өлшем бірлігі метр куб. Келесі мынау не суреттегі? Жалпы осы үш зат не көріп жүрсіздер ғой өздеріңіз. Бұл әрине бізде бөлменің температурасын анықтауға арналған құрал, термометр деп аталады. Өлшем бірлігі мына Цельсий, жаңа айттым ғой сіздерге. Цельсий немесе Фаренгейт деп алыпты. Келесі бізде ол әрине сызғыш. Бәріміз жақсы таныспыз. Бұл жерде әр шкаланың арасы сантиметр немесе миллиметр. Бұл ұзындықты өлшеуге арналған құрал. Келесі бізде мынау не? Дұрыс айтасыздар, сағат, сағат. Бұл деген уақытты өлшеуге арналған құрал. Келесі мынау не? Дұрыс айтасыздар, салмақты өлшеуге арналған құрал, дененің немесе заттың, кез келген заттың салмағын өлшейтін құрал. Бізде таразы, өлшем бірлігі килограмм, қалай белгіленуі масса. Мына физикада негізгі халықаралық бірліктер жүйесінде, Си жүйесінде осы негізгі 7 ұғым бар, физикалық шама бар. Осыларды жазып алыңыздар дәптерлеріңізге тез-тез түртіп. Физикалық шаманы білдіретін сөзді атаңыз. Қайсысы мына жерде физикалық шама? Дұрыс айтасыздар, уақыт, халықаралық бірліктер жүйесі, Си жүйесі, міне 7 негізгі шама. Көлем деп отқанымыз, оқушылар, кез келген геометриялық дененің кеңістіктен қандай бөлік алып тұр, соны сипаттайтын физикалық шама бізде көлем деп аталады. Өлшем бірлігі, оқушылар, метр куб. Немесе мензуркаларда бұл сұйықтықтың көлемін анықтауға арналған құрал, бұл миллилитрмен берілген. Әр қайсысы қанша миллилитр екенін осыны анықтаңыздар, оқушылар. Сөйтіңіздерді миллилитрден метр кубке айналдырыңыздар. Метр кубке айналдыру үшін не істейсіздер? 10-6 дәрежесінде метр куб дейсіздер ме? Көбейтесіздер, Мына жерде қанша, мысалы, біреуін айтайын, сіздер 250 миллилитрде қанша метр куб бар? 250 миллилитрде қанша метр куб бар? Нөл бүтін 125 көбейтілген 10-3 дәрежесінде метр куб бар, оқушылар. 1 граммда қанша миллиграмм бар? Өзі 1 грамм. 1 килограммда қанша грамм бар? 1000 грамм бар, 1000 грамм бар. 1 килограммда 1000 грамм бар. Ал 1 граммда қанша миллиграмм бар? Оның минус 3 дәрежесі, милли деп отқан, оның минус 3 дәрежесі, оқушылар. Сонымен қайсысы екен? 1 метрде қанша сантиметр бар? Қайсысы деп ойлайсыздар? 1 метрде қанша сантиметр бар? 100 сантиметр бар, дұрыс айтасыздар. Сонымен қайсысы жауап дұрыс болады? Бізде көлемді қандай құралмен өлшейміз? Көлемді қандай құралмен өлшейміз, оқушылар? Мензуркамен, дұрыс айтасыздар. Келесі, суреттегі дененің бізде осының көлемін анықтау керек. Сұйықтыққа салып, суға. 170 дейікші мына жер. Мына жақта 380. 380-ін азайтамыз 170-ті. Қанша болады сонда? 210 миллилитр. Демек, дененің көлемі бізде 210 миллилитр екен. Мына физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырыңыздар. Бұл сіздерге үй тапсырмасы болады. Жақсы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымды бағалап өтсеңіздер, сіздерге қандай дәрежеде түсінікті болды? Сабақ аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.